Халқымыздың біртуар азаматы, ұлы тұлға, атақты жазушы Мұхтар Әуезов Абай есімін әлемге танытқан жазушы. Абай жолы қазақ тілінде жазылған алғашқы көлемді роман-эпопея. 19 жасынан бастап Абай туралы жазуды ойға алып, 17 жыл бойы үздіксіз ізденіп, 12 жыл ішінде жазып шықты. Алғаш рет жазушы Абайды 4 жасында көрген, ал Абай дүниеден өткенде небәрі 7 жаста болатын. 1924-25 жылдар аралығында Абай мұрасы төңірегінде Семей оқу орындарында дәріс оқып, Таң журналына ақынның өмірбаяны мен шығармашылығы жөнінде жариялады. Негізінен эпопеяны екінші кітаптың соңғы бөлімінен бастап жазған. Романды жазуға 1938 жылдың аяғы, 1939 жылдың басында түбегейлі отырады. Қолжазбаның ортасынан асқанда шығарма көлемдене түсіп, екінші кітапқа жалғасады. Жазушы Абайдың бірінші кітабын толықтай 1940 жылдың күзінде бітіріп, баспаға ұсынады. Алайда кітап баспада ұзақ жатып қалады. Жазушы эпопеяның соңғы кітабынан басқасының бәрін қолмен жазып, түзетіп, сосын ғана машинкаға тергізуге берген. Тек соңына келгенде ғана бірнеше тарауды алдын ала ойша әбден пісіріп алып, кейін машинкаға ауызша айтып жаздырады. Жазушының сол кездегі машинисткасы Ғазиза Бейсенова өзінің естелік кітабында «Мұхаң Абайдың соңғы томын менің тұсымда жазды. Абайға келгенде, иманшартқа түскенде-ақ Мұхаң диктовкасына біраз жаттық қалған едім. Әдетте күндізгі сағат 10-нан 12-ден 45 минут өткенше, ал кешкілікте сағат 8-ден 11-ге дейін 3 сағат диктовка жасайтын. Осы жұмыс мерзімін ол төтенше жағдай, яки басқа бір сапарға шыққанда болмаса, соңғы томына дейін өзгерткен жоқ. Эпопеяның Абай атанған алғашқы 2 кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолына Лениндік сыйлық берілді. Бірінші кітабы 1942, екіншісі 1947, үшіншісі 1952, төртінші томы 1956 жылы жарыққа шықты. Алғашқы 2 кітап Абай, үшінші кітап Абай аға, соңынан 4 кітап бірдей Абай жолы деп аталды. 1941 жылдың мамыр айында Мәскеуде істейтін Бейсенбай Кенжебаев Алматыға Қазақстан мемлекеттік баспасының бас редакторы болып қызметке келеді. Роман енді осы кісінің қолына тиеді. Бірақ орталық комитет Кенжебаевқа Абай ескілікті көксейтін роман. Авторы да сенімсіз. Мұндай романды жарияламау керек. Бірақ Әуезовке басқа сылтау айтып қайтарыңдар дейді. Роман латын әліпбиімен жазылған еді. Ал Кеңес үкіметі сол кезде кириллицаға көшіп жатқан болатын. Бейсенбай Кенжебаев соны сылтауратып, кириллицамен жаздырып әкеліңіз деп, Абайды Әуезовке қайтарып береді. Жазушы дереу арада романды жаңа әліпбимен жазып әкеледі. Бірақ дәл сол уақытта соғыс басталып, әскер, майдан туралы туындылар бірінші кезекке қойылып, Абай тағы кейінге шегеріледі. 1942 жылы Бейсенбай Кенжебаев тәуекелге бел буып, басын қатерге тігіп, ешкімге айтпай Абай романын баспаханаға теруге жібереді. Кітаптың сүйінші данасы шыққан күні социалистік Қазақстан газетіне рецензия жазады. Романның шыққанын жұрт сол күні бірақ біледі. Тіпті Абайының халыққа жетуін көптен күтіп жүрген Әуезовтің өзі сол күні естиді. Мұхтар Әуезовтің мұрағатында сақталған кейін 50 томдық шығармалар жинағына енген эпопеяның әу бастағы жоспарынан эпизодтардың алғашында түрлі нұсқалары жасалғанын көреміз. Кей бөлімдердің жоспарының өзі ондаған пункттерден тұрады. Абай жолы эпопеясы қазақ қоғамының жарты ғасырлық тұрмысын, әлеуметтік жағдайын дәл бейнелейтін туынды. Мұндағы романның кейіпкерлері барлық рулар, жетекші кісілер, тіпті жер-су атауларына дейін өз аттарымен берілген. Эпопеяда 953 кейіпкер бар, оның 91-і Абай өмірбаянынан алынған. Көркем шығарма болғаннан кейін мұнда ойдан құралған кейіпкерлер де бар.
тағдыры қыл көпірдің үстінде тұрып жазып шыққан жала айыптаулардың небір түрін естіген әуезов 1949 жылдың сәуірінде Абай романы үшін КСРО мемлекеттік сыйлығын алады. Бұл әуезовті қазақ елінің ғана емес, бүкіл кеңес үкіметінің бағалауы еді. Кітап алдымен орысшаға, кейіннен басқа тілдерге аударылды. Неміс жазушысы Альфред Куэлла: сіз әлі Абайды оқыған жоқпысыз? Онда сіз мүлдем ештеңе оқымағаныңыз. Бұл таңғажайып, бұл керемет. Далаға жан бітіп, дүниеге алғаш жаралғандағы мөлдір табиғатымен, бар тіршілік тынысымен, тәуелсіз тұлғалы жандарымен сіздің көкірегіңізге кеп орнайды. Олардың бойындағы қызулық пен құмарлық қандай, дәл Шекспир суреттеген бейнелердің өзі деген. Мен де сіздерге Абай жолын оқуға кеңес беремін.